Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біз сіздермен бірге тест құрастырушы құралдарға шолу жасайтын боламыз. Бұл құралдардың көпшілігі ертеректе пайда болғанымен, оларға деген қызығушылық тек онлайн оқу режиміне көшу кезінде ғана арта бастады. Бүгінгі шолуға мен оқытушылар арасында барынша танымал бірнеше платформаны таңдап алдым. Тест құралдарын таңдау кезінде арнайы бағдарлама орнатуды талап ететін құралдар, ақысыз тегін жұмыс істеуге болатын бөлігінің мүмкіншіліктері шектеулі және көптеген күрделі баптауларды қажет ететін тест құрастырушылар шолуға енгізілген жоқ. Сондай-ақ таңдап алынған тест құрастырушылар мен қызметтік мүмкіншіліктері ұқсас болып келетін тест құрастырушылар да шолуға енгізілген жоқ. Уақыттың шектеулілігіне байланысты бүгін біз осы тест құрастырушылардың тек тест құрастырудағы ерекшеліктерін ғана қарастыратын боламыз. Онлайн немесе штаттық режимде жұмыс істеу, бірлесе жұмыс істеу, тағы басқа баптаулары бұл шолуда қарастырылмайды. Мүмкін кейінірек біз осы тест құрастырушылардың әрқайсысы бойынша жеке видео жазып, олардың барлық мүмкіншіліктерін талдап қарастыратын шығармыз. Олай болса, шолуымызды бастайық. Біздің алғашқы қарастыратын тест құрастырушымыз Quizzes деп аталынады. Бұл тест құрастырушының ақылы және тегін түрлері бар. Бұның басты ерекшелігі, бұның тегін түрінің өзінің де мүмкіншіліктері өте көп. Сондықтан да қазіргі таңда бұл әлем бойынша онлайн түрде пайдаланылатын, ең көп пайдаланылатын тест құрастырушы болып табылады. Бұнда егер де біз тіркелу деген батырманы басатын болсақ, онда біз ақылы түрде тіркелуге барамыз. Ал бізге тегін жұмыс істеу қажет, сондықтан біз старт немесе бастау деген батырманы басамыз. Бұнда бізге электронды почта арқылы тіркелу мүмкіндігі, немесе Microsoft немесе Google-дағы өзіміздің аккаунтымызбен тіркелу мүмкіндігін ұсынады. Біз Google арқылы тіркелуді таңдап аламыз. Бұдан кейін өзіміздің Google аккаунтымызды енгіземіз. Міне, біз кірдік. Енді бұнда негізгі бетте бізге әртүрлі пәндер бойынша дайын бұрынғы басқа оқытушылар құрастырған тест түрлері ұсынылады. Осы тест түрлерін көріп, олар бойынша тест жасауға болады. Немесе сол жақ белгіде біздің өзіміздің баптауларымыз тұр. Осы баптаулардың ішінде табу дегенді басатын болсақ, біз осы пәндерге қайта оралатын боламыз. Менің кітапханам дегенді басатын болсақ, біздің өзіміздің осы тест құрастырушы платформада жасаған тестілеріміз шығады. Одан кейінгі баптаулар бұл оқушылармен немесе өзге оқытушылармен бірлесе жұмыс атқаруға арналған, оларды өздеріңіз қарастырып көруіңізге болады. Барлығы да орыс тілінде түсінікті жазылған. Бізді қызықтыратыны құру деген бөлік. Осы құру деген бөлікті бассақ, бізге екі түрлі мүмкіндік беріледі. Бірі викторина, екіншісі сабақ деп аталынады. Сабақ деп аталынатын бөлікке кіретін болсақ, бізге пәніміздің атын жазу ұсынылады. Мысалы, біз тарих деп жазайық. Тарих пәнін таңдаймыз. Келесі дегенді басатын болсақ, бізге мынандай панель ұсынылады. Бұл панельде жаңағы сабақта бұнда түсіндіретін мынандай құрал шығады. Одан кейін слайдтар жасау мүмкіндігі қарастырылады. Міне осы бірінші слайд бізге беріліп тұр, тарих деп жазылып тұр. Онда енді бұнда немене оқытатынымыз, мысалы 5-ші сынып тарихы деп жазсақ, бірден міне өзгеріс енгізіліп отырылады. Одан кейін келесі слайдтарды қосуда бізге басқа әртүрлі слайдтың түрлерін таңдап алу мүмкіншіліктері беріледі. Міне осы мүмкіншіліктерді пайдаланып отырып, біз слайдтар жасау арқылы өзіміздің сабағымызда сол слайдтарды пайдалануымызға болады. Бірақ бізді қызықтыратыны тест құрастыру. Сондықтан біз викторинаға көшеміз. Тағы да тақырыпты жазуды сұрастырады. Енді философияны таңдайық. Философияны табамыз. Келесі бетке көшеміз. Міне келесі бетке көшкенде бізге 6 түрлі мүмкіндік ұсынылады. Бұл үлкен таңдау, бланкіні толтыру, сауалнама, аяқталмаған тест және горка деп аталынады. Біз біріншісінен бастап таңдаймыз.
біріншісін таңдайтын болсақ, екі түр шығады. Біреуі біздің қоятын сұрақтарымыз, екіншісі ол оқушыда қалай көрінетіндігі. Мысалы, біз кез келген бір сұрақты жазайық. Мен сұрақ жазбай-ақ қояйын. Кез келген әріптерді клавиатурада ала салайын. Мысалы, толтыратын болсақ, өзінде 4 сұрақ тұр, бірақ біз оны көбейтіп алуымызға да болады. Өзімізге қажетті қанша керек, сонша бетке көбейтіп алуымызға болады. Одан кейін ықтимал болатын жауабын таңдаймыз, мүмкін дұрыс жауабын. Одан кейін белгілейміз. Міне біздің тестіміз түсті. Бұнда дұрыс жауабымыз белгіленіп тұр. Қалған жауап, қате жауаптар қызылмен белгіленіп тұр да, дұрыс жауабымыз жасылмен белгіленіп тұр. Келесі бөлікке көшсек, құла жоқ дегенге көшсек, бұнда жаңағы бірнеше дұрыс ықтимал болатын жауаптарды белгілеу ұсынылады. Мұнда мысалы тағы да жазамыз. Енді бұнда бір емес, бірнешеуін дұрыс деп белгілейік. Міне біздің дұрыс деп белгілегендеріміз жасылмен көрсетіліп тұр да, қате дегендеріміз қызылмен белгіленіп тұр. Бұларды бірнеше рет қайталап та жасай беруге болады. Мысалы, жаңағы бірінші тестіні біз қайтадан жасағымыз келсе, тағы да осыны таңдап жасай береміз. Өзімізге қанша тест қажет, соншама жасауымызға болады. Бланк толтыру дегенде бұл иә немесе жоқ деп жауап беретін сұрақтар. Мысалы, сұрақты қоямыз, одан кейін иә деп қоямыз, және де жоқ деп қоямыз. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, оқушының бетінде бұл сұрақ қана көрінеді. Одан кейін иә немесе жоқ деген жауапты оқушы өзі таңдап жазу керек. Міне біздің сұрағымыз иә, жоқ деген белгі түсіп тұр. Міне өздеріңіз көріп отырғандай. Келесі сауалнама деп аталынады. Бұл бөлгіде міне беріліп тұрған нүктемеден өздеріңіз көріп отырған болсаңыздар, бұл бағаланбайтын бөлік. Бұл тек қана оқушының осы сауалнама туралы пікірін, осы тест туралы пікірін білу. Мысалы, бұнда жаңағы сізге осы тест ұнады ма деп жазуға болады. Одан кейін варианттарында ұнады, ұнаған жоқ, қызықсыз болды, қызықты болды деген сияқты сұрақтарды жауапқа жауап беруі мүмкін. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұнда дұрыс жауап, барлығы да дұрыс жауап болып есептелінеді. Келесі ашық сұрақ болып табылады. Бұнда біз сұрақ қоямыз. Бұл сұрақта жауаптары оқушының бағаланбайды. Бұнда оқушы өзінің жауабын толықтай осы сұрақ бойынша береді. Міне осындай мүмкіншіліктер осы кестеде қарастырылған. Енді оң жақ бөлігінде қарастырсақ, бұнда баптаулар беріледі. Бұл баптауларда мысалы баға қосу деген баптауды таңдайтын болсақ, бұнда бізде қазақ тілі де бар. Мысалы, міне қазақ тілінде таңдап алуымызға болады біздің. Бұдан кейін бізге 12 балдық жүйе бойынша немесе басқа да түрде таңдау жасау мүмкіндігі беріледі. Біз дәстүрлі 5 балдық жүйені таңдап алайық мысалы. Бұдан кейін сақтау белгісін бассақ, біздің 5 балдық жүйеміз сақталынады. Бұдан кейін сұрақты қайтадан редакциялап, мысалы, оған жауап беретін уақытты белгілеуге болады. Мысалы, мына сұрақ оңай болатын болса, бұған 10 секундта жетеді деп қоюға болады. Келесі сұрақ, мысалы, қиындау болатын болса, оған біз керісінше 30 секунд беруіміз мүмкін. Осылайша әрбір сұраққа берілетін уақыт міне көрсетіліп тұрады өзінде, сұрақтың өзінде. Осындай баптаулардың барлығын жасап болғаннан кейін біз жариялау деген белгіні басамыз. Жариялау деген белгіні басқанда бізге сілтеме береді. Бұл сілтеме оқушыларға беру үшін қажет. Осы сілтемені біз көшіріп алып, әлеуметтік желілер арқылы немесе WhatsApp желісі арқылы оқушылардың өзімізбен бірге құрастырылған тобына жіберіп, осы сілтеме арқылы оқушылар кіріп, жаңағы тапсырмаларды орындай алады. Бұл тапсырмалардың кез келгенін шексіз түрде жасай беруге болады. Міне квизистің негізгі мүмкіншіліктері осындай. Келесі қарастыратынымыз ClassTime деп аталынатын платформа. Бұнда оқытушы үшін кіру дегенді басатын болсақ, бұнда да бізді ақылы бөлікке алып барады. Сондықтан біз мына сол жақ бөлікте оқытушы деген, қазір бастау дегенді басамыз.
міне осында бізге тегін тіркел деген шығарылып тұр. Осыдан біз жаңағы әлеуметтік желілерді таңдап алуымызға болады, немесе тіркеу формасын толтыру арқылы тіркелуге болады. Біз дәстүрлі түрде Google аккаунтымызды таңдаймыз. Міне біз сайтқа кірдік. Бұнда сіздерге тест құрастырудың мысалдары келтіріледі. Осы мысалдарды қарап отырып та жасауға болады. Одан кейін кітапхана деген берілген, сессиялар деген берілген. Бұнда өзіңіздің сессияңыз, жаңағы сабағыңыздың барлығы көрсетіліп тұрады. Бұнда мысалы география деген мұнда көрсетіліп тұр. Бұған кіретін болсақ, міне барлық сұрақтар қосылып тұр. Енді осыны қарауды бастау дегенді көретін болсақ, мінде бұнда оқушылардың тізімдері шығады да, осы оқушылардың жаңағы сұрақтарға, 7 сұраққа қалай жауап бергендері шығады. Өздеріңіз көріп отырғансыз, жасыл белгі бұл дұрыс жауап берді деген белгіде, ал қызыл белгі ол қате жауап берді деген белгі. Міне негізгі жаңағы сессияны әрбір тақырыпты аяқтаған сайын осындай сіздерде сұрақтар шығып тұрады. Бұнда сыныптар деген белгіде сіздің сыныбыңыз көрінеді. Ол үшін біз сыныпты жасау деген батырманы басып, сыныпты жасай аламыз. Бізге қызықтыратыны жаңағы осымен бірге топтық тапсырмаларда жасауға болады. Ол топтық тапсырмаларды біз мына өзі беріп отырған кітапханасындағы бар тапсырмаларды да ала аламыз, сондай-ақ өз топтық тапсырмаларымызды да жасай аламыз. Бірақ бізді бүгінгі қызықтыратыны сұрақтар. Сондықтан біз сұрақтар жинағын жасау деген батырманы басамыз да, тағы да тақырыпты жазамыз. Ал жаңа заман философиясы деген өзі шығып тұр екен, мен де осы батырманы басамын. Енді жаңа сұрақ деген белгі шығады. Сол кезде осы белгісі бар. Міне осы жаңа сұрақты таңдап аламыз. Мұнда бізге бірден жаңағы сұраққа сурет қосу, YouTube-тан видео файл қосу немесе аудио файл қосу мүмкіншіліктері беріледі. Одан кейін мына батырманы бассақ, бізге қандай тест мүмкіндіктері бар екендігі көрсетіледі. Бұнда көп нұсқалы сұрақ, басқа да міне көптеген белгілері. Бұнда таңдаудың жаңағы бірінші квизиспен қарағанда көбірек екендігін көруге болады. 9 түрлі тест түрлері берілген. Бұлардың әрқайсысын енді мен көрсетіп жатпайын, өздеріңізді қарап отырып, мысалы таңдап алып, әрқайсысын осы таңдап алған, сіздер таңдап ала салысымен, мысалы шын жалған деген міне жазбаша сұрақтар, міне әрқайсысына түсініктеме беріліп тұрады мына жерде. Осыны өздеріңіз қарап отырып, осыдан тест құрастыруларыңызға болады. Одан кейін, егер түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, көмек батырмасын басып, осы жаңағы сұрақтар бойынша көмектер алуыңызға болады. Келесі қарастыратынымыз класс маркер деп аталынады. Мұнда мен тіркеліп қойғанмын, сіздер тіркелулеріңізге болады өздеріңіз. Бұл тегін платформа болып табылады. Бұнда ағылшын тілінде бір қиындық көрсететін жері, оны бірақ та жаңағы браузердің мүмкіншіліктерін пайдаланып, осы тіліне ауыстырып алуымызға болады. Бұнда оң жақ белгіде менің мәліметтерім дегенде, мысалы менің жасаған 2 тестім көрсетіліп тұр, бір категория бар екендігі көрсетіліп тұр. Файлдар, жүктеген файлдарыңыз болса, ол файлдарыңыз көрсетіліп тұратын болады. Сондай-ақ сұрақтар басқа. Одан кейін топтар, алынған нәтижелер, сілтемелер, олар бойынша алынған нәтижелер, тақырыптар, олар бойынша берілген мүмкіншіліктер, осының барлығы да міне оң жақтағы сіздің негізгі баптауларыңыз осы оң жақта көрсетіліп тұрады. Ал мына приборлық панель дегенде біздің жаңағы негізгі жұмыстарымыз шығып тұрады. Міне бұнда біз жаңағы сұрақтар банкісі дегенге кіретін болсақ, бізді жаңағындай сұрақтарды оқушыларға дайындаған сұрақтардың түрлері шығады міне. Бұнда біз мына белгіні бассақ, бізге жаңағы тест құрастыру мүмкіншіліктері беріледі.
Немесе біз осы жаңағының ішінде жаңа тесті дегенді баса салуымызға болады. Бұдан кейін тақырыпты жазамыз. Содан кейін де міне жаңа тестті құрастыру бөлігіне кіреміз. Содан кейін оң жақ белгіні басып таңдасақ, бізге мынандай тесті мүмкіншіліктері беріледі. Тағы да орыс тіліне аударып алу арқылы біз жаңағы бұндай мүмкіншіліктерді көреміз. Жаңағы үлкен таңдау деген бұл 4 немесе 5 ықтимал болатын жауаптың біреуін немесе бірнешеуін дұрыс белгілеу арқылы, сенемін немесе сенбеймін деген бұл иә жоқ деген, соответствие деген сәйкестендіру керек. Екеуін екі түрлі бір бағанада бір тұжырым болады, екінші бағанада сол тұжырымның түсініктемесі болады. Осы түсініктемені жаңағы тұжырымға сәйкестендіру керек болады. Еркін тест деген бұл ашық тест, одан кейін сочинение деген бұл жазбаша тест. Міне осындай тестілерді жасауға болады. Бұл жаңағы классмакердің тест жасаудағы негізгі мүмкіндіктері. Сондай-ақ көмек деген бөлікті пайдаланып, осындағы жаңағы берілетін көмек түрлерін пайдалану арқылы тест құрастыруларыңызға болады. Келесі құрал тест нуз деп аталынады. Бұл құралға кіретін жаңағы бұнда да екі түрлі түрі бар. Бұнда тіркелу деген батырманы басатын болсақ, бізді ақылы бөлікке алып барады. Сондықтан біз мына жасыл батырманы басамыз. Бұл батырманы басқаннан кейін бізге өзіміздің аты жөнімізді жазуды ұсынады. Аты жөнімізді жазамыз. Бұдан кейін паспорт жазуды, пароль жазуды ұсынады. Бұл пароль бізге не үшін керек? Бұл пароль бізге оқушылармен кері байланыс орнату үшін керек. Мысалы 1 2 3 4 деп жаза салайын мен. Пароль жаздым, кірдім. Міне кіргеннен кейін бізге мынандай мүмкіншіліктер көрсетіліп тұр. Осы мүмкіншіліктерді біз қарайтын болсақ, прибордық панель, баптамалар, сұрақтар, жариялау дегенге келетін болсақ, міне бізде жариялаудың мүмкіншіліктерін бізде көрсетілген кезде, мына жерде жариялау дегенді басатын болсақ, бізге экспорттаудың мүмкіншіліктері беріледі. Алдымен біз тестті құрастырып алуымыз керек. Ол үшін біз тестті квест батырмасын басамыз да, одан кейін мына нені бассақ, бұнда ең бірінші бөлік, міне осы бірінші бөлік бізде тегін тестілер болып табылады. Қалған екі топтама, олар ақылы бөліктің топтамалары болып табылады. Сондықтан біз мына тек қана бірінші бөліктегі 6 бөлімді таңдап аламыз. Оның ішінде көп сұрақтың ішінен біреуін таңдап алу, көп сұрақтың ішінен бірнеше дұрыс жауапты таңдап алу, иә немесе жоқ, сәйкестендіру, жаңағы бұл да алдағы көрсеткен тест құралдарындағыдай сұрақтардың түрлері келуі мүмкін. Осы баптауларды жасап, ары қарай оны жаңағы жариялау бөлігіне барған кезде сіздің жаңағы мына нөмір келеді, міне сіздің нөміріңіз. Осыны көшіріп алып, сіз оқушыларға бересіз де, оқушылар осы сілтеме арқылы кіріп, сіздің жаңағы сұрақтарыңызға жауап береді. Осы сілтеме арқылы кірген кезде оларға жаңағы парольді енгізу ұсынылады. Сол кезде барып, олар жаңағы 1 2 3 4 деген парольді енгізу керек. Сіз жаңағы басында парольді сол үшін жасадыңыз. Келесі қарастыратынымыз Bootclub деп аталынады. Бұл құралда екі түрлі бөлікке бөлінген, ақылы және тегін. Ақылы бөлікке ену үшін біз жаңағы тіркелу батырмасын басамыз, немесе тегін бөлікке ену үшін мына көк батырманы басамыз. Міне мен алдын ала тіркеліп қойғанмын, сондықтан менің жаңағы тіркеу бөлігім өзінен өзі көрсетіліп тұр. Сондай-ақ біз жаңағы Google аккаунтымыз арқылы да келе аламыз. Міне бұнда аты жөнім менің бірден шықты. Бұнда орыс тілі баптаулардың құрамында бар. Міне сондықтан біз бұнда екі түрлі бөлік көрсетіледі. Бұл импортировать немесе құрастыру. Импорттаудан гөрі құрастыруды таңдаймыз. Біз өзіміз құрастыратын болғандықтан тағы да мынандай
сіздерге түсініктемелер беріледі. Міне бұнда мүмкіндіктері өте көп. Міне қарап отырсаңыздар, міне былай қарай жылжыта берсек тағы да шығып жатады. Тесттің түрлерінің өте көп түрлері берілген. Бұнда жаңағы видео сұрақтар, сәйкестендіру, миға шабуыл, осы қалдырылған орынды толтыр деген, слайд бойынша тестілерге жауап беру деген сияқты өте көп мүмкіншіліктері бар. Осы мүмкіншіліктердің барлығын пайдалануға болады. Сол сияқты сіз презентацияны жасап, жаңа презентация жасауыңызға болады бірден. Бұл жаңағы тестілерді жасау. Одан кейін бұнда есептер беріледі. Өзіңіздің жасаған тесттеріңіз туралы менде ешқандай тесті жоқ болғандықтан бұл көрсетілмей тұр. Негізінде барлығы көрсетіліп тұрады, бұл есептердің барлығы да. Міне осындай жаңағы импорттау дегенді басатын болсақ, бізде бұл ақылы екендігін көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Бұл белгіні алу үшін бізге ақылы бөлікке көшу керек. Тағы да басқа баптауларын өздеріңіз көріп алуға болады. Мына тесттерді өздеріңіз қарап, әрқайсысын жеке-жеке жасауыңызға болады. Мысалы, біріншісін басатын болсақ, бұнда жаңағы бізге қосу арқылы ықтимал болатын жауаптардың санын көбейтуіміз болады. Сұрақты қоямыз, жауаптарды қоямыз, дұрыс жауапты белгілейміз. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Бұнда жаңағы таймер қоюға болады. Оған уақытын белгілеп, мына жерден бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін дегенді қоюымызға болады. Бұнда міне өзі көрсетіп тұрады, қанша қалай белгілеу керек екендігі. Осылайша жаңағы тестіні құрастырамыз. Келесі тест нұсы деп аталынады. Бұнда да жаңағы тіркелу батырмасын бассаңыз, сізді бірден ақылы бөлікке алып барады. Сондықтан біз бұнда жасыл батырманы басамыз. Біз бұл бөлікті өтіп кеттік жаңа. Сондықтан біз бұны қарастырамыз. Келесі тест құрастырушы Kahoot деп аталынады. Бұл тест құрастырушы ертеректе пайда болған 2014 жылы ғой деймін. Ұмытпасам, бұдан кейін тек қана бастапқы кезінде өздеріңіз білесіздер, бұнда екі түрлі ғана бөлігі, 6 бөлік болған алғашқы шыққан кезінде, соның тек екеуі ғана тегін болған болатын. Ол жаңағы ықтимал болатын көп жауаптың ішінен бір жауапты таңдау, және де иә жоқ деген екі бөлігі ғана тегін болды. Сондықтан да көп адамдар басында қызығып, бұның жаңағы интерфейсінің жақсы екендігіне, жаңағы безендіруінің жақсы екендігіне қызығып көп адамдар кіргенімен де, кейіннен оның жаңағы мүмкіншіліктерінің, тіпті жаңағы қарапайым Google форманың өзінде мүмкіншіліктің бұдан көрі әлдеқайда көп екендігіне көздері жеткеннен кейін көпшілік бұны тастап кетті. Соған байланысты осы сайтты ұйымдастырушылар біршама өзгерістер жасап, кейіннен осы жаңағы мүмкіншіліктерін кеңейте бастады оқытушыларға беретін. Бұнда біз жаңағы тегін бөлікке кіру үшін мұғалім деген, мен мұғаліммін деген таңдаймыз. Одан кейін мына үшеуін таңдасаңыз, үшеуі де бұлардың ақылы бөлікке алып барады. Тек қана мектеп деген бөлікті таңдасаңыз ғана сізді тегін бөлікке алып келеді. Бұнда да жаңағы форма берілген, сонымен бірге жаңағы түрлі әлеуметтік желілер арқылы кіру мүмкіндігі қарастырылған. Біз Google-ды таңдаймыз. Өзіміздің аккаунтымызды таңдаймыз. Міне біз негізгі бөлікке кірдік. Бұл бөлікке кіргеннен кейін де бізде жаңағы барлығы ағылшын тілінде, сондықтан біз жаңағы переводчикті аудармашыны қызметін пайдаланамыз. Бұнда жаңағы жасау кезінде кітапханасы бар, өзінің жаңағы есептер, топтар деген бөліктер бар. Бұнда бірлесіп жаңағы топтарға, екі топқа бөліп жарыстыруға да болады оқушыларды. Жаңағы бұндағы тесті сұрақтардың өздерін Kahoot-тар деп аталынады. Осы Kahoot-тарды құрастыруды біз мына құрастыру батырмасын басамыз. Бұнда жаңағы айтқанымдай жаңа Kahoot дегенді басамыз. Осы кезде бізге мынандай белгі шығады. Бұнда бірінші бөлігіне біз сұрағымызды жазамыз. Одан кейін мына бөлікке біз мультимедиа таңдап қоюымызға болады. Сұрағымызбен байланысты өзіміздің жаңағы картинканы библиотекадан немесе жаңағы YouTube-тағы ссылка арқылы видео
енгізуіңізге болады, немесе загрузить изображение дегенді басып, өзіміздің компьютеріміздегі бар суретті осы жерге қоя аламыз. Одан кейін ықтимал болатын 4 жауабын белгілейміз. Осы 4 жауаптың ішіндегі бір дұрыс жауапты белгілейміз. Одан кейін келесі сұрақты қоспай тұрып, біз уақыт лимитін қоя аламыз бұл жерде. 5 секунд. Сұрақтың күрделілігіне байланысты уақыт лимиті өзгеріп отырады. Содан кейін жауаптың мүмкіншіліктері не бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін, немесе бір ғана дұрыс жауап болуы деген мүмкіншілікті таңдаймыз. Содан кейін сұрақтың түрін таңдаймыз. Бұнда жаңағы сауалнама, дұрыс немесе қате, жауабын жаз, головоломка деген сияқты осы бөліктер бізде ақысыз бөліктер болып табылады. Мына белгісі жоқ екеуі. Қалғандардың барлығы да міне өздеріңіз көріп отырғандай ақылы бөлік болып табылады. Бұлардың барлығына біз кіру үшін біз жазылып ақы төлеуіміз керек болады. Одан кейін келесі сұрақ қосылды. Батырмасын басып қарайтын болсақ, міне тағы да сары белгімен тұрғандардың барлығы да ақылы бөліктер. Сондықтан біз тек қана осы екі бөлікті жалған немесе дұрыс дегенді және немесе дәстүрлі жаңағы ықтимал болатын 4 сұраққа жауап беру түрін ғана таңдап ала аламыз. Міне осы мүмкіншілігінің шектеулігі Кахуттан көптеген мұғалімдердің кетуіне мәжбүр еткен жағдай болатын. Одан кейін жаңағы оқушыларға осы Кахутқа жауап берудің жаңағы арнайы сілтемесін беріп, содан кейін бұнда бізге өзгертуге болады. Өзіміздің Кахутымыздың жаңағы тапсырмасының уақытын белгілеп, жаңағы атауын қойып, басқа да баптауларын жасап қоюымызға болады. Міне негізгі осы тест құрастырушылардың түрлерінің, олардың мүмкіншіліктері бойынша шолуымыз осылай аяқталды. Енді осы шолу бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, немесе белгілі бір осы тест құрастырушылардың біреуіне қызығушылық танытқан болатын болсаңыздар, комментарийге жазып қалдыруларыңызға болады. Мен осы тест құрастырушыларға арналған осы шолуға қызығушылықтың қаншалықты деңгейде болғанына байланысты, мүмкін алдағы уақытта осы тест құрастырушылардың бір түріне толықтай жаңағы жан-жақты шолу жасауым мүмкін. Егер шолу сіздерді қызықтырған болатын болса, лайк немесе дизлайк басу арқылы шолуға өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенімізше сау саламатта болыңыздар.